Бүгін біз өте дәмді орешки дайындайтын боламыз. Ол үшін керекті заттар 350 грамм ұн, міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Келесі 5 грамм разрыхлитель, 100 грамм кукурузный крахмал, 250 грамм 72 немесе 82% май. Ең бірінші ұнымызға разрыхлительді қосамыз. Одан кейін кукурузный крахмал. Келесі бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, крошки дайындаймыз. Өте қатты араластырмасақ та болады, тек басын біріктіріп қоямыз. Осындай крошки дайын болды. Енді бұны қоя тұрамыз. Енді 2 жұмыртқамыз бен қантымызды көбік болғанша араластырамыз. Бірінші жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне 100 грамм қант қосамыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Көлемі ұлғайғанға дейін. Міне мынандай 2 есе ұлғайған көбік дайын болды. Енді соны бағанағы дайын болған крошкамызға қосып, жақсылап қамыр илейміз. Ұнымызды 350 грамм дедік, бірақ 100 грамм 50 грамм ұн көп қоссаңыздар болады, себебі әр ұн әр түрлі су көтереді. Міне қамырымыз осындай өте жұмсақ, әдемі қамыр дайын болады. Дайын болған қамырымызды енді бәрін бірдей етіп 4 граммнан бөліктерге бөліп аламыз. Бәрінің салмағы бірдей болу керек. Оларды осындай міне бәрінің формасын бірдей қылып дөңгелек жасап қоямыз. Енді дайын болған қамырымыздың 12 штугын қызып тұрған орешницаға салып шығамыз. Сөйтіп 2-3 минут арасында пісіріп аламыз. Міне осылай болып пісіп шығады. Барлығын аламыз. Енді дайын болған орешкелеріміздің ішіне начинкасын саламыз. Начинкасына мен осындай вареный сгущенка қолданам. Өздеріңіз кез келген вареный сгущенка қоссаңыздар болады. Сгущенкамызды осылай орналастырамыз, ортасына бір жаңғағымызды саламыз. Сөйтіп, вареный сгущенкамызды орналастырып, бір-біріне біріктіреміз. Осындай орешкелер дайын болады. Міне осындай әдемі, дәмді шаймен ішкенге, қонаққа, дастарханға қойғанға ыңғайлы орешкелеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріп, бағасын беріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.